Ассаламу алейкум құрметті достар, сіздерге сауын сиырдан қалай мол өнім алуға болады деген тақырыпта құнды ақпаратпен бөлісуді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін көріңіз. Әдетте сауын сиырдан сүті, төлі және еті сияқты үш үлкен өнім алуға болады. Ал енді осы өнімді жоғары көтеру үшін біздің сауын сиырымыз қысыр қалмау керек және сүтті жақсы беру керек, әрі күйлі болу керек. Ол үшін бағып басқаруды күшейтіп, сауын сиырларға минералды, микро және макро элементтерге бай, сонымен бірге дәрумендерге бай азықтықтармен азықтықтандырған дұрыс. Сиыр туғаннан кейін жылымал суға қанытты қосып ішкізу керек. Егер шуы түспегеніне 12 сағаттан асқан жағдайда мал дәрігерлерді шақыртып тазалату керек. Сосын азықтандырғанда тауық жұмыртқасынан 5 дал қабығымен қосып жегізу керек. Жалғасты 5 күн. Егер өзінің уызын бұзауы еміп таусалмаған жағдайда уызында жемге қосып берсе тіпті жақсы болады. Сиырдың тұратын жері құрғақ әрі жылы болғаны дұрыс. Күніне 2 сағат сыртқа шығып таза ауада жүргені дұрыс. Осылай істесеңіз сиыр туғаннан кейін 30-да 60 күн ішінде қайтадан күйлейді. Сонымен бірге күнделікті жейтін жеміне витаминді порошоктармен бірге сүйек ұнтағын қосып беріңіз. Міне осылай істесеңіз сиырдың сүт бөлуде және қысыр қалмауына да керемет пайдасы бар. Видео пайдалы болса лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз.